басына түскен қасіреттің себебін түсіне алмай дал болады. Мен әдеттегідей бәстеспеймін, бірақ қазір бәстесуге дайынмын. Көр де тұр, 3-4 жылда бүгін бәрін көрмегенсіп, үндемей жүрген, тыңдағысы келмей қашып жүрген, шындықты көре тұра, ауыз ашпай, басын құмға тығып алып отырған адамдар су үшін, тамақ үшін бір-бірін жейтіндей жағдайда болады. Басына түскен қасіреттің себебін түсіне алмай дал болады. Өздерінің көрсоқыр болғанын еске алады. Кезінде осы климатты ескерткенде, апаттардан алдын алуға шақырғанда, сенбей жала жапқанын түсінеді. Бірақ әрине, кеш, енді кеш. Олар өлгендерге қызығатын болады. Құдайды іздеп жалбарынады. Өйткені өлімнің иісі жақындағанда, шындықты естуден қорқу түкке тұрғысыз болып қалады. Қазір миллиардтаған адам дәл сол шындықты естуден қорқады. Климаттың не болып жатқанын, нағыз қауіптің қайдан келіп жатқанын, аяғымыздың астында не оянып жатқанын білгісі келмейді. Әңгіме Сібір плюмінде. Ол рас бар. Ол күнде-күнде жоғары көтеріліп келеді. Оянып жатыр. Егер ол толық оянса, бұл адамзаттың соңғы жылы болады. Ал сіздер шындықты тым кеш түсінесіздер. Сол кезде ғалымдарды, еріктілерді іздейсіздер. Осы климатты айтып жүрген еді ғой. Қолдайықшы ғалымдарын деп. Сол кезде паналайтын жер іздейсіздер. Бірақ тым кеш болады. Себебі апаттардың шыңырау шегіне келдік. Қайтарымсыз нүктеге жеткенше бала құсап біреуге сеніп жүре бердік. Мұның бәрі болатынына бас тігемін. Егер адамдар осылай жалғастыра берсе, бір мақсатта бірге алмаса, интернетті осы сұранысқа толтыра алмаса, қарапайым адамгершілік қасиетін оята алмаса, басқаға түскен қайғыны жұмыла көтермесе, балаларының алдында ар ұяты болмаса, онда жоғарыда айтқан сценарийдің барлығы болады. Тіпті одан да ушыққан жағдайға тап боларымыз анық. Әзірге әлде мүмкіндік бар. Әрекет етуге уақыт бар, бірақ аз. Бұл апаттардың болатынын естіген есі дұрыс адамда сұрақ туындайды. Шынымен рас болса, бұл өте үлкен проблема. Неліктен шындықты халыққа айтпай жатыр? Бұл не деген бассыздық? Адамдарды неге басқа жаққа адастырып жатыр? Неге адамдар зомби боп көніп жүр? Егер осындай сұрақтар туындаса, мына видеоны қара, зертте. Міне, мынандай үйім бар, Рацирс деген. Міне оның бастығы Дворкин, міне айғақтар. Олар климат жайлы шындықты айтқандарды қудалайды, жала жабады. Секта деп атақ береді. Ғалымдарды, еріктілерді, қарапайым адамдарды сектантқа жатқызады. Неге? Себебі климат туралы шындықты айтқан үшін. Олардың түпкі мақсатын түсінгің келсе, кім оларға бұйырып жатқанын білгің келсе, мына видеоларды қарап шық. Бүгінгі әрқайсымыздың әрекетімізге байланысты болады. Бүкіл әлем балаларының болашағы. Бұл менің де, сенің де жауапкершілігің. Кінәлі боламыз, бірінші өз балаларымыздың алдында. Өйткені олар сізге сеніп, өмір сүріп жатыр. Болашағына үміттене қарайды. Олар шындықты білмейді, ал сен білесің. Соңғы уақытыңды қалай өткізіп жатырсың? Тағы да айтамын, әлі де кеш емес. Осы видеоны қайта қарап шық. Көрсеткен видеоларды скриндап алып, YouTube'тан ізде. Ақпаратты толық зерттеп шық. Ерінбей басқаларға тарат. Әрекет жаса. Үнсіз қалма.